Өте мейірімді, өте жомарт, ол барлық пендені бірдей жақсы көреді деген сөздің мағынасын мен енді ғана түсініп жатырмын. Бұрын ойлайтын едім, егер Құдай барлық адамды бірдей жақсы көретін болса, онда неге бізді жазалайды? Болмаса кейбір адамдар не үшін оңай ақша табады, кейбір адамдар неге бақытты болады, ал кейбір адамдар не үшін өмір бақи бақытсыз болып кетеді деген сұрақтар мені ішімде қинайды. Құдай ешкімді ешқашан жазаламайды екен. Біздің санамыздағы түрлі шектеулер, әй мен оған лайық емеспін ғой, дәл қазір ол мүмкін емес қой, ол қайда дейсің деген сияқты біздің санамызда тұрған түрлі жындарымыз, былайша айтқан кезде қорқамыз, сенбейміз, елдің бәрін жаман деп ойлаймыз, оның бәрі оттай береді, керек емес деп ойлаймыз, әрқайсымыз өзімізді ақылды санаймыз, кішіпейілсімейміз, және Құдайдың бізге беріп тұрған дүниелеріне алғыс айтудан көрі неге бермей жатырсың деп бермей жатқан дүниелеріне көбірек назар аударамыз. Жаратушы қашанда бізге беруге дайын. Біз оның бір бөлшегіміз, және ол ешқайсымызды алалап бөлмейді. Және біздің қиналуымыз, біздің азаптануымыз оған тым да керек емес. Біз өзімізді өзіміз жазалаймыз, өзіміз қазған орға өзіміз түсеміз, және өзімізді өзіміз сорлатамыз. Мен сорлымын деп қараған кезінде осыған иә деген жауапты берсе, ал сен мен бақыттымын, мына өмір қалай ғажап деген кезінде, ол сізге ғажап өмірдің есігін ашып, сізге ғажап өмірді көрсете бастайды екен. Кейбір ұстаздардың аффирмация айт, мен бақыттымын дегенді айт дегенде біреулер күлуі мүмкін. Бірақ сіз сол арқылы санаңызды программалап, Құдайдың кез келген берген дүниесіне лайық екеніңізді бір күні сезінетін боласыз. Әлемнің хикметтері, мынаны қараңызшы, дәл қазір сынып жауын жауып тұр. Бұл да Аллахтың нығметі, бұл да бізге Аллахтың берген керемет бір сый емес па? Мына табиғатқа қараңызшы, қандай ғажап. Сіз қалай ғажапты сезінбей, мына өмірді тозақ деп ойлап жүрсіз, және тозаққа өзіңіз айландырып жүрсіз. Олай емес. Санаңызды өзгертіңізші, бұл өмір жәннатқа айналады.